жеті үшеуін қазір енді прогулкаға шықтық. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жаңа блогқа қош келдіңіздер. Мен басыма маска жасап қойдым. Только что шашымды шампуньмен жудым и маска жасадым. Масканы примерно 10 минутта істеу керек. 10 минуттан кейін жуып тастау керек. Сол 10 минутты пайдаланып, қазір осы гора посуданы маған жуу керек. Пока мен ұйықтап жатқан кезде, только что там үйге уборка жасап, қазір болдым. Негізі ютубқа то рецепт салғым келеді, то осындай лайфстайл видеолар түсіргім келеді. Сіздерге қайсы больше ұнайды? Пока сіздер ойлана беріңіздер, комментарийға жазып, мен оған дейін осы посуданы жуып тастайын. Посуданы жуып болдым. Кухняда бізде порядок появилась. Негізі кухняда осындай кухня гарнитурда ештеңке тұрған ұнамайды, тек осылар ғана тұрса болады. Нағыз керекті заттар. Қалғандарын барлығы шкафтардың ішіне салып қойдым. Артық ештеңке болмайды. Визуальный шум жасамайды. Шашымды жуып болдым қазір ғана. Енді шашымды кептіретін боламын. Жаңа қолданған маска менде осы маска, Дайвинскі. Негізі масканы эффект мен түсінбедім. Просто шашымды жұмсартады жуғаннан кейін. Просто мен шаштарым волнистый, и сол шашты кішкене түзулетеді. Сол. Бірақ особо қатты эффект көрмедім. Хотя уже алғама біраз болды, уже бітейін деп жатыр. Алғаннан кейін до конца қолданайын деп шештім, сондықтан қолданып жүрмін күнделікті. Шашымды кептірместен бұрын осы крем спрейді себетін боламын шашыма. Яғни фенмен қолданған кезде шашымыздың кончиктары сухой болып кетпес үшін, жалпы шаш сухой болып кетпес үшін. Шашымды кептіріп болдым. Шашымды кептіргеннен кейінгі состояниесі осындай. Қатты көтерілмеді. Маска көмектескен сияқты. Маска өткені қатты волнистый қылмайды деп айтқан болады сатылған кезде. Енді шашымызды фенмен кептіргеннен кейін кішкене болсын құрғайды шаш. Сондықтан осындай масло бар. LCF-тікі. Осы маслоны қазір шашыма жағатын боламын. Прогулкаға шықтық. Құстарға печенье беріп жатырмыз осындай. Олар прям қысты күні енді жейтін заттары жоқ қой, соба. И печенье берейік деп, хотя бы кішкене болсын тамақ болады. Мен отырдымда площадкалардың барлығында әдемі қарлар жатыр. Амина. Адам бүгін жоқ, бүгін вообще далада. Біз ғана жүрміз. Дала прям жел жоқ, суық жел. Құстар бейшаралар тамақ іздеп жүр. Только что мен бұларға печенье бердім, ана жақтан маған нарықтан мен забордан үйге кірдім. Енді ол жақтан маған келіп жатыр қайтадан. Думайды, наверное, тағы да береді қазір печенье. Менде қазір кешкі уборка басталып кетті. Аминаның гардеробын жинауға көштім. Қысқы киімдерін, уже болмайтын киімдерін барлығын алып тастадым, сортировать етіп. Енді қазіргі күнделікті киетін киімдерін бөліп салатын боламын шкафтың ішіне. Бірінші полкасы. Бұл жерде күнделікті киетін киімдері, шалбарлары. Екінші полкасы сыртқа шыққанға киетін киімдері және носки. Үшінші полка бізде только пеленка, полотенце және жылы одеялдар.
Негізі осындай киім болсын, зат болсын, барлығы рет-ретмен тұрған өзіме қатты ұнайды. Сол кезде миым да, вообще барлық көзқарасым да, аурам да өзгеретін сияқты. Таңертеңгі уақытта таудың көрінісі осындай көрінеді примерно. Бағана одан да әдемі көрінген. Больше конкретный день и практиковать. Ну, давайте начинать. Садимся в конец коврика на пяточки. Начнем нашу практику. Тәтті зат жегім келіп тұр. Үйде тек пряник, банан, сметана бар екен. Думаю, бір торт жасау тәтті заттан как раз шаймен ішкенге прям күшті кетеді. Бізге тек сол пряник, банан, сметана керек болады. Қазір бірге рецептпен бөлісетін боламын. Торт жасау үшін бізге керекті тек 3 қана ингредиент. Ол осындай пряник, кез келген. Сонымен қатар банан үйде бар. Және соңғысы сметана. Қазір осы үшеуін араластырып, бір күшті пирог жасайтын боламын. Бізге осындай кез келген посуда қажет болады. Торт жасауға арналған бұрышты форма бар екен үйде. Осы 4 бұрышты форманы аламын. Пищевая пленканы төсеймін осыған. Және осы ингредиенттерді араластырып, күшті бір торт жасайтын боламын. Посуданың ішіне толықты пищевая пленканы орап қойдым. Осылай. Қазір енді осының ішіне мына ингредиенттерді кезек-кезек турап салатын боламын. Мина, ой, аузыңа сілекеймен ағызба оны. Берші маған. Мина, айысың ғой, берші. Берші, мені берші. Жаным, рахмет. Что чик-чик-чик-чик? Достар, бізде тортымыз осымен аяқталды. Енді осы пищевая пленкамен бетін ораймыз және холодильникке 45 сағатқа қалдырамыз. Сметана пряникке жақсылап сіңу керек. Достар, осылай бірден холодильникке жібереміз. Баршаларыңызға достар, қалдарыңыз қалай? Мен қазір бетіме маска жасайын деп жатырмын. Соңғы кездері бетім қатты құрғап кетті. Қазір қыс мезгілі болғандықтан бетке ылғал көп керек болады. Сондықтан қазір маска жасайын деп жатыр. Маска менде осындай витамин С қосылған альгинатная маска. Негізі осындай альгинатная масканы в основном көбінесе косметологияда. То есть косметологқа барған кезде ғана қолданатын сияқтымыз. Үй жағдайында редко кімнен осындай маска көретін. Бірақ осы маска негізі қолданған жақсы, потому что когда сыворотка жаққан кезде бетке, сыворотка тереңнен кожаға сіну үшін осы масканы қолдану керек. Сол кезде бұл маска жақсы көмектеседі. Мен қазір бетімді пенкамен жуып, умывашкамен тонерімді жағып, сывороткамды жағып дайындап қойдым бетімді. Енді қазір масканы қолданамыз. Масканы вот нәжге 1,5 ас қасық қостым. 1,5 ас қасық қостым маска. Және бізге осындай лопатка қажет болады, жақсылап араластыру үшін. Және суық су қажет болады. Суық сумен жақсы араласады. Как сметана тәріздес консистенция болады. Сұйықтығы как сметана сияқты болады. Бұл масканы в основном осы қыс кезінде аптасына 1 рет немесе 2 рет максимум қолданып тұрамын. Өзіме қатты ұнайды. Әртүрлі составтармен бар. Маған именно осы витамин С ұнап қалды. Өйткені витамин С кожамызға тонус береді. Яғни егер кожамыз тусклая кожа дейді ғой, немесе ондай қараңғы, как будто бір өңі кетіп қалған дейді ғой обычно қазақша. Вот сондай болса, витамин С сол кездері бетке жақсы көмектеседі. Яғни упругость болмаса, витамин С жақсы көмектеседі. Потом, если купероз болса, беттеріңізде куперозна, бетте екі беті қызарып тұрған кездері, беттеріңіз қып-қызыл болып тұрады ғой.
тамырлары көрініп майда вот соны купероз дейміз. Сол купероз болған кезде де осы витамин С-ны қолдансаңыздар өте жақсы көмектеседі. Витамин С-ны как сыворотка ретінде сатып алуға да болады, немесе маска ретінде қолдануға да болады. Так, вот осындай состав. Сіздерге жақыннан көрсететін боламын. Примерно так. Примерно осыны 30 минуттай ұстаймыз бетімізде. Сәлем достар, баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Мен тортым 5 сағат емес, бір түн тұрды. Қазір мен енді торттың сыртын оформление жасайтын боламын. Торттың состояниясы осындай. Салатын боламыз. Так, пищевая пленкадан осылай аламыз. Что такое? Не болды? Жақсы сінді, біздің сметана, банан, пряник. Енді қазір осыларды әдемі ыдысқа аударатын боламын. Симсалабин! Ты! Вот примерно узнать, как будто шарлотка сияқты, да? Тағы да үгіту керек еді. Чүтіні үгіткен ұнамай тұрмаған. Сондай 3 қана ингредиенттен жасалған торт шықты бізде, достар. Сыртына осындай оформление жасады. Сыртына крошка кішкене крупный болып кетті, а на самом деле, если мелкий болса, өте әдемі болады. Қазір енді тортымызды кесіп көрейік, қалай болған. Так. Достар, бізде 3 қана ингредиенттен жасалған тортымыз дайын болды. Пряник, банан, сметана. Қараңыздар. Мынау кескен кезек осы. Так что жасап көріңіздер. Кеңес беремін сіздерге де. Мен манты жасап жатырмын. Кешкі асқа манты. Қазір осы торттың дәмін жолдасым көрейін деп жатыр. Қалай екенін, отзывтарын тыңдаймыз. Ой, қалай екен? Дәмін көретін болады. Как тебе? Вкусный. Давно торт жемедім. Ой, рахмет. А если честный отзыв? Нормально ба? Нормально? Жақсы шыққан дәмі, я негізі маған тоже ұнады. Ойбай, не істедің? Амина? Еще будешь? Да. Даулет Харя, Амина. Амина.